Hey, қалайсың? Проникит YouTube каналына қош келдің. Бұл видеода мен саған YouTube каналына қандай ат қоюға болатынын және болмайтынын айтамын. Себебі канал аты YouTube каналының көтерілуінде ең маңызды рөл атқарады. Бүгінгі видео не туралы екенін түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан көп сөзбай бастайын. I've been with these hoes popping pillies, man, I feel just like a rock star. Бастамай тұрып, егер сен бұл видеоны 2018 жылдың 22 наурызға қарсы немесе күні көріп отырсаң, келе жатқан немесе келген қазақ халқының ұлы мерекесі наурыз мейрамы құтты болсын. Неге канал атауы ең маңызды рөл атқарады? Канал аты сол арнаның қандай екенін көрсетеді және адамдарға сенің каналың ерекше атауының арқасында жатталып қалады. Канал ашар алдында көбінесе ойланатын зат тек қандай керемет баннер немесе аватарка жазсам болады. Бірақ каналдың аты мысалға 228 мықты ойыншы 1357 қазақтың қара баласы 11-ші регион. Мұндай ат есте сақталмайды және мұндай атты қоюға да болмайды. Себебі сен қанша жерде мықты сапалы видео жасағанмен каналының аты жоғарыда көрсеткен мысалдағыдай болса, онда сенің каналың есте болмайды. Және сенің видеода тек кездейсоқ басып қалмаса, ешкім қарамайды. Каналға ат қояр алдында біраз ойлан және бір тематикаға байланысты қойма. Себебі алдыңғы уақытта сен басқа да тематикада видеолар шығарасың. Мысалға, канал аты Photoshop программасының видео сабақтар. Уақыт өте келе сен ойланып, каналға ойын немесе блог түсіресің. Сонда сенің каналың Photoshop туралы болған соң жазылған көрермен, егер сен уақыт өте келе ойын түсірсең, көрерменнің ойыны Photoshop программасынан видео сабақтар каналы ойын түсіріп кетті деп каналдан отписка жасап кетеді. Және мұндай ұзақ атау жоғарыда айтқанда есте сақталмайды. Және достарымға жаңа видео шыққан кезде айтқанда ыңғайсыз сезіледі. Мысалға, балдар Photoshop программасынан видео сабақтар каналында жаңа видео шықты дегенде Photoshop программасынан видео сабақтар Ният мынау? Маған қызық емес, қарамай дейді. Тағы канал атауына TV, шоу, гейм, чаннел сияқты сөздерді қосудың қажеті жоқ. Мүмкін бұрын канал атының қасында қосу модында болған шығар, керегі жоқ. Оның бір себебі сенің каналың әркімнің каналдарының арасында алмасып шатасып жүреді. Және басқа атақты каналның атын пайдаланып көтерілем деп ойлама. Ондай болса, қандай аттар қоюға болады? Ерекше, еш жерде кездеспейтін, есте сақталатын ат қойған жөн. Және ат қояр алдында YouTube'дан іздеп көр. Себебі сен қанша жердің өзін ойлап таптым дегенменде, ол атты сенен бұрын біреу ойлап тауып пайдаланып жатқан шығар. Любой ойлап тапқан атты іздеп көр. Егер ондай ат кездеспесе, іздегенде результат 0 болса, жақсы. Саған айтатын бір кеңес, генератор нетіпті пайдалансам болады. Себебі генерировать етіп отырып, бір құлаққа жағымды ешкімде жоқ ерекше ат шығуы мүмкін. Проникит атын генератор арқылы таптым. Сен сенбеуі мүмкін, бірақ генератор арқылы таптым. Сондықтан да ол генераторға сілтемесін видео астында тастап кетем. Сонымен видео соңына жетті. Бұл менің саған шағын кеңесім. Дұрыс түсініп ойланарсың деген ойдамын. Егер видеоны осы жерге дейін көрсең, комментарийға наурыз деп жазып кет. Соның арқасында сенің видеоны соңынан дейін көргенімді және красавчик екенімді біле алам. Видео ұнаса лайк бас, видео үзіп алмай көру үшін каналға жазылып қосылыңыз. Сенімен бірге болған Проникит арнасы. Келесі кездескенше қош сау бол. You just want attention, you don't want my heart. Baby, you just hit the gutter.